Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve ikhlasan ve tuqan ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Bizler Nukoya kitabından sabaqlarımızı жалғастырамыз. Қажылық бөліміне келген болатынбыз. Қажылық бөліміндегі махзуратул ихрам, яғни ихрам киген уақытта, адам ихрам киген уақытта сақтану керек болған, жасамау керек болған амалдар және ихрам киген уақытта жасаса рұқсат етілетін амалдарға қатысты бүгін айтатын боламыз. Бисмилlah. Фаяттақи ар-рафаса вал-фусуқа вал-жидал. Яғни ихрам киген адам мына нәрселерден сақтану керек дейді. Біріншісі рафас. Рафас деген бұл былайша айтқан кезде жаман сөздер, жаңағы ұятты сөздер, ұятты нәрселер жайында сөйлесу, сол нәрселер жайында айту, міне сол нәрсе рафас болып басылады. Демек, бұл нәрседен ихрам киген адам сақтану керек екен. Вал-фусуқа, яғни шариғаттың шеңберінен шығып кету, сондай нәрселерде, шариғатқа қайшы тыйым салынған нәрселерде жасамау керек екен. Бұндай нәрселер әсіресе ихрам киген уақытта қаттырақ, күнәсі ауыррақ болады. Сол үшін де жаңағы егер темекі немесе наспай сондай нәрсе қолданатын кісілер умраға немесе қажылыққа баратын болса, ол нәрседен ихрам киген кезде жалпы негізі ол нәрседен сақтану керек, бірақ та ихрам киген кезде ол нәрсеге мүлде жоламау керек, себебі оның күнәсі қаттырақ болады екен. Және жидал, бұл жидал деген талас тартыс, ұрыс керіс, бұндай нәрседен де сақтану керек екен ихрам киген кезде. Ол енді қасындағы жолдаспен бір нәрсені таласа беру, ұрса беру, немесе жаңағы бір көлік жалдаған кезде такси сияқты нәрселермен жанжалдасып ұрса беру, міне сондайларда бұның барлығы да не қылады екен, осы тақырыпқа кіреді екен. Немесе бір қызметшімен жаңағы қонақ үйде неде деген сияқты таласып қалу. Өйткені Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ деген аят бар. Кім-де-кім жаңағы қажылықта жүрген болса, қажылықта ол не жоқ дейді. Қажылықта жаңағы рофас, жаман ауыз сөздер, және фусуқ, шариғаттың шеңберінен шығатын, шариғатқа сай келмейтін нәрсені істеу, немесе жаңағы ұрыс керіс жасамасын, ондай нәрсе қажылыққа жат нәрсе екендігін айтқан. Енді одан кейін тағы да уақатла сойдыл бәрри. Бәр бұл жаңағы құрғақшылық, құрғақта, яғни суда емес, құрғақта өмір сүретін хайуандарды аулау, соларды өлтіру. Бұл нәрседен де ихрам киген адам сақтану керек екен. Уал ишарата илайхи ва дилалата алейхи. Бірақ та айтқандай жоғарыда айтып кеткен мәселе бойынша судың ішінде жүретін, судың ішінде өмір сүретін, судың ішінде туылып, судың ішінде өмір сүретін нәрселер болса, балық сияқты, мысалы оларда тұрған еш нәрсе жоқ. Оларды неғысы ауласа болады. Оларды ауласа болады. Бірақ та судың емес құрғақта туылып, сода өмір сүретін жануарларға неғылға аулауға оларды болмайды екен. Өлтіруге болмайды екен. Ол ишарата илайхи ва дилалата алейхи. Және аңға ишарат қылуға да оған сілтеуге де болмайды. Бұл екеуінің мағынасының айырмашылығы бар. Мысалға аңға көрініп тұрған аң болса, мысалға аң тұр, көрініп тұрған аң болса, міне аң кетіп бара жатыр деп бұлай көрсету, бұл ишаратқа жатады. Бір нәрсеге ишарат жасау. Ал сілтеу деген бұл көрінбей тұрған аңға сілтеп жіберу. Яғни мына қырдың ар жағында мысалға осындай нәрселер бар, ауласаңдар болады, сондай аңдар бар деген сияқты айтып жіберу, бұл сілтеп жіберуге жатады. Бұл екеуі де ихрам киген адамға не екен, рұқсат емес амалдардан бұл есептелінеді екен. Яғни иіссу себіну, міне бұндай нәрселерден де ихрам киген кезде не қылу керек екен,
сақтану керек екен. Және тырнақ алу сияқты нәрседен де ихрам киген кезде сақтану керек екен. Енді бұл әйел адам үшін және ер адамға бөлек-бөлек үкім айтылады. Яғни әйел адам ихрам киген кезде жүзін жаумау керек, жүзін жабудан сақтану керек. Яғни жүзін не қылу керек, ашып жүру керек екен. Ал басын, бұл енді еркек адамға қатысты. Еркек адам басына ешнәрсе кимеу керек. Басын жаңағы не қылып ихрам киген кезде басын ашып жүру керек екен. Басына ешнәрсе кимей жүру керек екен. Басын жауып қоюдан сақтану керек екен. Иә. وغسل رأسه ولحيته بالختم وقصها وحلق رأسه. Және сақтанады дейді, неден сақтану керек екен? وغسل رأسه, басын жуудан және сақалын жуудан немен? بالختم. Хитми деген бұл бір шөп, жаңағы бас жуылатын, суға араластырып әдемі иіс шығарады, сондай бір шөп. Осындай бір шөптермен иіс сулар араластырып, былайша айтқанда біздің күніміздегі жаңағы шампунь сияқты нәрселермен басы сақалды жуудан сақтану керек екен. Және сақалды алудан, сақалды қысқартудан сақтану керек екен. Ол жаңа ихрамда жүрген кезде де. Және шашын алудан да, шашын қырқудан да сақтану. Әлбетте бұл әлі ғибадаттарды бітірмеген кезде ғой енді. Жалпы ихрамнан шығу бұл негізі шаш алумен болады. Ол соңында болады да. Бірақ оған дейін ихрам кигеннен кейінгі о нәрседен не қылу керек? Ғибадаттарды бітірмей жатып, о нәрселерден сақтану керек. Иә. Уалубса махитин. Ер кісілерге байланысты, яғни не дейді? Жаңағы тігілген киім киюден сақтану керек екен. Тігілген киім киюден сақтану керек екен. Аймаматин, және жаңағы басқа сәлде орау, міне сондай нәрсені орап алудан не қылу керек екен? Сақтану керек екен. Енді осы сәлде мәселесінде тахия да жатады. Тахия да киюге болмайды. Ихрам кезде, бас былай шыққан кезде ашық жүру керек. Бірақ енді аяққа жалаң аяқ жүру керек пе, немесе аяққа аяқ киім кисе бола ма деген мәселе. Әлбетте, егер аяқ киім кисе болады, егер жаңағы бау байлайтын жері ашық болса аяқ киімнің, бау байлайтын жері. Жалпы шариғат кітаптарында кааб деген нәрсе айтылады. Ол кааб деген сөз дәрет бабында тобыққа айтылады. Кәдімгі, мысалы, аяқ болса, жанда тұратын тобықты не дейді? Араб тілінде кааб дейді. Бұл дәретте осы нәрсе мақсат етеді. Мысалға, тобықтарыңмен бірге жуыңдар деген кезде, сол жаңағы не мақсат етіледі? Шетте тұрған үлкен сүйек мақсат етіледі. Ал қажылық мәселелерін айтып атқан кезде кааб деп айтса, ол кезде ол жаңағы аяқпен бұлай кеп түскен кезде, аяқ түскен кезде мына аралық болады, бұлай ойнататын, осы жерде бау байланады. Осы бау байланатын жер мақсат етіледі. Осы жер не болу керек? Ашық болу керек. Осы жер не болу керек? Ашық болу керек. Міне сол жер ашық болса, аяқ киім кисе де не қылады екен? Болады екен. Әлбетте, мынау жанындағы тобықтың жандары да ашық болу керек. Бірақ маңыздысы осы жаңағы бау байлайтын жер не ашық болғаны дұрыс болады. Жалпы Ханафи мазхабында кааб деген қажылық мәселесінде бау байланатын жер меңзеледі. Басқа мәселелерде, мысалы дәрет мәселелерінде ол бау байлайтын жер емес, шеттегі сүйек, аяқтың шетіндегі сүйек меңзеледі. Осы екеуін көп адам шатастырады. Бұл мәселе осындай болып есептелінеді. Енді уәл-масбуғи битибин, масбуғ боялған немен? Тиіп, яғни әтір. Боялған киім, мысалы қызылға боялған болуы мүмкін, және немен? Битиіп, және әтірмен, яғни әтір сумен боялған, әтір суға батырып алынған деген сияқты нәрсе. Міне бұл нәрседен киюден де не қылу керек? Сақтану керек екен. Енді бірақ әлбетте илля бa'да завалихи, жаңағы иісін кетіріп барып кисе болады.
түсі қызыл болса да бола ма десе, иә болады. Бірақ негізі әлбетте ихрам киім ақ болады. Абзалы сол. Бірақ та басқа жаңағы мысалға мына жерде айтады, бұл қызыл түске боялған киім деп мысалға. Оғанда жалпы ақтан басқа түсте негізі рұқсат етіледі, бірақ та абзалы ақ түс. Бірақ иісін кетірсе, түсі проблема емес та. Мына жерде айтып жатқан мәселе, иісін кетірсе, жаңағы киімнің иісін кетірсе, түсі мәселе емес. Бада завалихи деген бұл иісін айтады. Иісін кетірсе болды дейді. Ол түсін кетіру шарт емес. Яғни қызыл болса, қызылын кетіріп, ағартып барып кисін деген мағына емес. Енді ихрамда рұқсат болатын мәселелер ластихмама. Яғни сақтанбаса болады, істесе болады деген сөз. Нені? Истихмам. Истихмам деген бұл шомылу. Шомылу. Әлбетте бұл енді жаңа шампун, сабын сияқты нәрсені қолданбай шомылса не қылады екен? Болады екен. Ода тұрған ағаттық жоқ екен. Истихмам. Және уастизлал бибайтин ау махмилин, зонтик сияқты нәрсе, немесе үйдің бір ғимараттардың көлеңкесін көлеңкелеуге болады. Ихрамда бұл тыйым салынбаған. Зонтик сияқты нәрсемен көлеңкелеп жүруге болады өзін, немесе бір дуалдардың көлеңкесінде тұруға, солны көлеңкелеп тұруға арнайлап болады екен. Бұл да ихрамда тыйым салынбаған амалдардан бұл есептелінеді екен. Уашаддал химян фи хасрихи, яғни беліне жағы әмиян дейді ғой, бізде беліне әмиян сияқты сумка, міне сондай нәрселерді байлап алса, оған да не екен? Шариғат рұқсат береді екен ихрамдағы адам үшін. Әлбетте ода айырмашылық жоқ, ихрамның ішінен болсын, немесе ихрам сыртынан болсын, ода айырмашылық жоқ. Жалпы беліне осындай нәрсе байлап алса, оған рұқсат беріледі екен. Енді уаксару ат-талбията, ихрам киген адам не істеу керек? Талбияны көбейту керек, көп айту керек. Мата солла ау ала шарафан ау хабада вадиян, қашан намаз оқыса, парыз намаз болсын, нәпіл намаз болсын, намаз оқып болса, тәлбияны айта беру керек, көбейту керек. Ау ала шарафан, немесе бір биікке көтерілсе, бір қырға, биік жерге қырға мысалы көтерілсе, тәлбияны айта беру керек. Лаббайк Аллахумма лаббайк деген сияқты айта беру керек. Және уахабата вадиян, немесе бір жаңағы сайға қарай түсіп баратса, көтеріліп баратса, жаңағы тәлбияны айта беру керек. Ау лақия рукбанан, немесе көлікке мінген жолаушыларға, көлікке мінгендерге жолығып қалса, енді бұл жерде рукбанан деген жалпы көлікке мінгенге айтады. Бірақ жалпы көлікке мінгенге де, көлікпен жолаушы болып кетіп баратқанға да, жаяу жолаушы болып кетіп баратқанға да жолығып қалса, тәлбияны көбірек не қыла беру керек? Айта беру керек екен. Ау асхара, немесе жаңағы сухр уақытысына, яғни сәресі уақытысына не қылатын болса, кіретін болса, сол уақытқа, сол уақыт сәресі уақыты болса, түннің бұл сәресі уақыты, түннің 6-шы бөлігі, ең соңғы бөлігі, сол уақыт кіретін болса, сол уақыт болған болатын болса, ол кезде де не қылса, тәлбияны көбірек айту керек екен. Енді бұл жерде жалпы қысқаша айтылды. Ихрамда не рұқсат емес екендіктері. Енді келесі сабақ, иншалла, афалу хаж деп аталады. Яғни қажылықта, үлкен қажылықта қалай өтелетіндігі жайында толық айтылады. Ұзындау тақырып болады, иншалла. Баршаңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.